Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге кез келген мерекелік дастарханға арналған өте дәмді әрі жасалуы өте оңай салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен піскен жұмыртқамызды ұзынша етіп турап аламыз. Достар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Жұмыртқамыздың барлығын турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Енді қызылшаны да дәл солай етіп турап шығатын боламыз. Қыздар, біздің салатымызға картофель пай қажет болады. Оны алдын ала жуып, теркадан өткізіп, крахмалын кептіріп алып, қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Төменге жасалу жолын жазып қалдыратын боламын. Қызылшамыздың барлығын турап болғаннан кейін жаңағы ыдысымыздың үстіне саламыз. Енді алдын ала дайындап алған картофель пайымызды үстіне дәміне қарай тұзын салып, кукурузды салып, майонезімізді қосып араластырамыз. Салатымыз өте дәмді әрі витаминге бай салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецебін төменге жазып қалдырамын. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бетіне әсемдік үшін картофель пайымызды осылай қойып шығамыз. Сіздермен болған жансая рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.